1-2-3 тоқтауға болмайды. Қайырлы күн менің фолловерлерім. Қайтайық шыққан. Бір майка кешейші, шамалы болсын ше. Қинамаңдаршы мені. Музыка жайлы бір әдемі сөз тауып алайын деп едім бұл мынаның ішіне. Тарих тектен тек әлемдік тарихқа айналмайды. Дегенмен тарихтың субъектив білімі жаһандық өлшемге айналатын сәттері болады. Әлем музыкасы тарихында 21 ғасырдың басы осындай сәттің бірі ретінде есте қалды дейді. Әлем музыкасының тарихы Филипп Больман есімді азаматтың кітабы 21 ғасырдың басы музыка тарихындағы жарқын сәттердің бірі дейді. Айтулы сәттердің бірі дейді. Бірақ Больман мына азаматтардың шығармашылығымен таныс емес екеніне бәстігім. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз әдеттегідей топ бестігімізді жалғастырамыз. Бестікті алғашқы болып бастайтын Аслан Арзиахмет есімді жігіт және оның бас жасамайды атты туындысы. Жаным. Бас жасамайды деп ән шығарған адам. Не ал деп отырсың сен? Қызық енді. Өмір ғой. Ашып сыр айтпайсың, күліп қуантпайсың, саған жақын барсам, неге жырақтайсың? Ашып сыр айтпайсың, күліп қуантпайсың, саған жақын барсам, неге жырақтайсың? Бір иісің бар ма, бір жағымсыз қырсын. Бір деңгең не тоғы енді. Қолтығының иесі. Жақпасам айт, сені ойлай беріп башасам айт. Жақпасам айт, сені ойлай беріп бас жасам айт. Жақпасам айт, тек сені сүйем, еппашам айт. Тек сені сүйем, еппашам айт. Ойпырмай болдың. Бірақ енді бұл жігіт кінә жоқ, бұл жігіт ол басынан мойындап тұр, сені ойлай беріп бас жасамайды дейді. Басы жасамаған адам әннің арасына еппашам айт деп қосатты. Ты ожидал, да? Сөніп телефоным, барсам домофоным, жауап қайтармайды, болмай кетті жолым. Сөніп телефоның, барсам домофоның дейді. Жауап қайтармайды, болмай кетті жолым. Домофон жауап қайтармайды ғой. Марганцов кіші маман. Болмай кетті жолым дейді. Твоя мать деп көрсеші брат, может болатын шығар. Ёп, твоя мать! Кейде күлдіресің, сүйдеп білдіресің, қырсығын ұстай қалса, бәрін білдіресің. Кейде күлдіресің дейді. Так. Жана екінші шумағында айтады. Ашып сыр айтпайсың, күліп қуантпайсың дейді. Сосын мына жерде айтады. Кейде күлдіресің дейді. Күлдіре ме, күлдірмей ме? Сен оған жақын барасың, ол сенен жырақтайды. Сосын жырақтайды да сүйдеп білдіресің дейді. Ол қалай білдіреді, ол сүйдеп? Ешкім кеп тұрма не енді? Боқтасам қиып тастайсыңдар, а? Боқтайын ба? Боқтамасқа болмайды енді. Қайда менің боқтық сөздерім? Қазір келеді. Чё за хуйня мынау, брат? Енді мен көзімше боқтамаңызшы. Похуй маған, не ойласаңдар, кеттім. Бестігімізді әрі қарай Асан Абдралин есімді азамат шекара жоқ атты туындысымен жалғастырсын. Қош жүрек көз іздеген шын сезімнің қиясын. Енді мына шекара жоқ деген әнді Медет Нұрғали деген азамат жазған екен сөзін. Бүй дейді, қос жүрекпіз іздеген шын сезімнің қиясын дейді. Қия деген сай-салайы, жота. Қысқа жол ғой, былайша айтқанда қысқа жол. Шын сезімнің қиясын дейді. Шын сезім болса, онда қалай ол қысқа жол болады? Өйткірсің, таксимен келесің бе? Шақырымдар жүздеген, шақырып тұр қиясу. Немене дейді құрсын? Шақырымдар жүздеген, шақырып тұр қиясу. Кімді шақырып тұр? Қанша қалам таусылды, жазып жырғып сиясын. Саған арнадым махаббатымның мелодиясын. Осы мелодиясын деген сөз үшін мынаның бәрін бытышына шығарып тұр ғой. Қиясу, қиясын деген. Қия деген, осы мелодия деген сөзді тауып тұр ғой бірінші ше.
Ең бірінші аның 4-ші шумағы жазылып тұр ғой. Ой, 4-ші жол жазылып тұр. Молодец! Молодец! Шекара жоқ жаным екі арада, сағыныш құс болып жете аламын. Ой Аллахым, шекара жоқ жаным екі арада дейді. Былай ғой жігіттер, шекара деген не? Нервін ұстап тұрғанда жыныма тимеш. Шекара деген екі елді мекеннің ортасы ғой. Мына елді мекен, соның ортасы шекара. Ай, ақыл сұрайтын бетінде сұрап алсаңдар мен жатып қалам. Екі ара болса, екеу болса ол. Арасында оның шекара бар деген сөз. Ал өл ал. Айттым айтатынымды. Сағыныш құс болып жете аламын. Сағыныш құс болып жете алама дейді. Жете алмайды. Осыны қашан қоясыңдар осы? Даланың аңын, бір хайуанды, бір құсты, толқу, мұң, бәлең, төлен дегенге неге қосасыңдар? Қоспаңдаршы, қосын. Құстың не жазығы бар? Сен менімен ойнама, сен менімен ерекспе, түсіндің бе? Жүрсек те алшақ, жүрек сен аңсап. Жүрсек те алшақ, жүрек сен аңсап. Не сен аңсап? Аурама ол жүрек. Сен аңсап соғама ол жүрек. Ап-ап, көсемшемен сөйлемді аяқтаған не деген тупой қазақсыңдар сендер. Сүтқоректі хайуанат бауырмен жорғалаушы. Шын ғашық жан адамға мұң сағыныш сиясын. Шын ғашық жан адамға дейді. Либо шын ғашық жанға де, либо шын ғашық адамға де, бітті. Екеуін подряд қолданудың қажеті жоқ. Әнеркесі аузын байқап сөйлетсің ба? Ғашықтықтың хаттарын маған арнап жиярсың. Ғашықтықтың хаттарын маған арнап жиярсың дейді. Ғашықтық хаттарын. Ғашықтықтың дейді. Ғашықтық деген ауылдағы жігіт емес қой, ғашықтық деген адам емес қой. Вы серьезный емес ол? Гей ғой? Бестігімізді ары қарай жалғастыратын баршаға белгілі Казнетте соңғы аптада жиі талқыланған көрерменнің ыстық ықыласына бөленген көрерменнің көз айымына айналған Алина Шакиева есімді азамат және оның ұйқым келмейді атты туындысы. 12-23 шайын ішіп алайын. Қош бол деп айтын, тағы да бірдеңе дедің. Бұның сөзін жазған Рамазан деген жігіт, ол кішкене қызықтау жігіт енді. Сен менен кеттің, кетсең де күнде көремін. Сен менен кеттің, кетсең де күнде көремін дейді. Қой құрсын сен бүйтші, ертең аптекаға барда адам бол деген дәріс сатып алып ішші. Сосын бірден айта кететін нәрсе. Жаңағы Нартай Аралбайұлына сұхбатқа келді, сол кезде айтады да, мен қазақстанды үйреніп жүрмін, жеке репетитор жалдадым, үйттім деген әңгімелер айтады да. Жаңағы мына әнде бірдене дедің дейді. Ың деген сөз, ың деген әріпті айтпайды вообще. Давайте без ың. Ың беспонтовый көрінеді. Бір қазақшаны вообще білмейтін, ұқпайтын адам сияқты болады. Және оны әлеуметтік желілерде шулап жатыр. Ойбай, байқұс қазақша үйренгісі келген екен, байқұс қазақша ән айтқысы келген екен, оны неге жазғызып жатсыңдар деп атасының басы. 2018 жылы бұл кісінің «Мен аялаймын» атты әні шыққан. Мен аялаймын, өзіңде бағымды, бағалаймын дархан жанымды. Ыңды да айтады, іні де айтады, қазақшасы да тәп-тәуір, мынадан жақсы енді. Сондықтан 2018 жылы қазақша сөйлеп жүрген адам 2022 жылы қазақша ұмытып қалды дегенге мен сенбеймін. Сондай дәл айтасың, иә. Әртүрлі да енді сөйтіп сырқылдап жүргендер көп кәдімгі. Ойлаймын көктен сүйікті жұлдызым ағып. Тіліңнен айналдым сайраған тіліңнен. Абанық қой мынаның бәрі. Ойлаймын көктен сүйікті жұлдызым ағып дейді. ойлаған бір мұқағалидың ба бір өлеңін оқып отқан бір әдемі оқиды екен деп бас әдемі. Әлемді мынау бөлмеме кіргізіп алып. Әлемді мынау бөлмеме кіргізіп алып. Әлем сонда қалай? Неше квадрат сонда сенің бөлмеңіз? Монтаж кезінде осы сөзіңді бүйтіп ар жақтан бүйтіп дауыс қылдырып бір қос, иә, күлсін бәрі бірге. Қазақстан бол, күлейік. Бұл күлетін зат емес айналайындар. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетемін.
Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетемін. Енді осыдан кейін не айтар екен деп зәрем кетіп отырып, ханым түштім да. Бестігімізді ары қарай Бекзат Құнанбай есімді жігіт «Душе приятно» атты туындысымен жалғастырады. Малой деп бәрінеге жұмсай береді, Золотой деген атым бар ғой себебі. Малой деп бәрінеге жұмсай береді, Золотой деген атым бар ғой себебі. Не істемеш, кәм бір анасын бір Атырау жақта бір криминал бірдемен айналысып жүр, адам атып кетейін деп жүрген адам қыса бана лист бәрет бірдеме деп қойды. Біріншіден, мынау Малой, Золотой, Братан, от души дегендер бар ғой. Бұлай қолданылады да, әйтеуір. Ауыл арасында бұлай жаргонда бұл. Оны әкеліп әнге қосу, ол диагноз да уже. Андай аяусыз ұрғын келіп тұршы, андай мейірім шапағатсыз. Душаңа приятно болсын, душаңа приятно болсын. Риза бол, брат мой, душаңа приятно болсын. Душаңа приятно болсын, душаңа приятно болсын. Риза бол, родной, родной, душаңа приятно болсын. Душаңа приятно болсын деген не ол? Мазақ па ол? Мен басым ауырып отыр, жалпы қоя қойшы құрсын арасы. Керісіп не істейсің ғой, мен еш түсініп отқан жоқпын. Бірақ қоя қояйықшы құрсын, тағы басталды ғой керіс. Алғаннан мен өзіңді әнге қосамын, сен барда шалқып жүріп асып басамын. Әніңнің қабыл алшы жазған жас әнін, Братан сен үшін осы әнім. Әніңнің қабыл алшы жазған жас әнін дейді. Алтылықсынмен арқасынан осатын екен, не оттап тұрсыз? Жас ән деген сөз бола ма? Ән қалай жас болады? Әннің кәрісі, әннің ескісі болады, әннің жаңасы болады. Жасы кәрісі болмайды әннің. Кішкена өзім айтқандай, кішкена не болсын деп, өзіміз кішкена не істейік. Жақсы құрсын, аман жүрші әйтеуір. Бестігімізді тәмамдайтын Нұрлыбек Құсман, Тілекқабыл Төлеген есімді жігіттердің «Сені жақсы көре тұрайын» атты туындысы. Мінезіңді мендік әуен көтересің, адам аяқ баспай тұғын мекенсің. Адам аяқ баспай тұғын мекенсің дейді. Адам жолайтын жер емес екенсің деген сөз ғой. Атырауға алдыртайын жарғым, Алматыда әлдағандай екенсің. Адам аяқ баспай тұғын мекенсің дейді. Алматыдан Атырауға алдыртайын дейді еще. Ты чё, сук? Көрікті қыз келбеті уайым, ерке жігітке ерке қылайым. Жігіттер сәл болсын бүйтіп. Бұл қалай деп, сондай екі жігіт екеуісіңдер ғой, бір әнді айтып атқан. Сонда екеуінің біреуі неужели? Енау қалай сонда деп, неужели сұрамадыңдар? Астынан ұрсаң ғой жағының. Басына мұнамен. Көрікті қыз келбеті уайым дейді. Көрікті ме ол әлде түрі мұрақ па? Өз конкретно неге айтпайсыңдар? Ерке жігітке ерке қылайын дейді. Ерке жігіт дейді. Жігіттің еркесі болмайды. Жігіттің тентегі болады да. Еркесі болмайды. Еркелік ол қызға жарасады. Жігітке еркелік жараспайды. Голубойсың ба нахуй айт? Голубой болсаң айт, мен голубоймын деп, пидорас нахуй, блядь, черт поганый нахуй. Жан серігім табылғанша, сені жақсы көре тұрайын. Жан серігім табылғанша, табылғанынша дейді да еще. Табылғанша. Екінші ымның қажеті жоқ. Сені жақсы көре тұрайын дейді. Сонда тағы бір қыз табылса, егер де өзіне ұнайтын қыз табылса, мынаны лақтырып кетпекші да. Соны ән қып тұр да, бұл әлдағандай қылды. Сен қашан үйлендің, қай жылы? Үйленген затсың ба сен? Үйленген бәлесің ба? Или әлі үйленбеген не көйзатсың ба? Душаңа приятно болсын. Қырсын, Құдай сақтасын, Құдай бетін ала қылсын. Брат из голос песня деп яша. Есті дүниелер тыңдайық. Есті дүниелер жазайық. Сөздің қадірін жоғалтпайық. Өнер ғой ол. Өнермен ойнамайық. Өнердің киесімен ойнамайық. Кездескенше. Жақсы жатып жайлы тұрыңыздар. Тамам.